Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бүгін балаларға шатаспасам ментай деген балықтан котлет жасайтын боламыз. Ол үшін мен бірінші осы 3 штук балықты жақсылап жуып, одан кейін мясорубканы өткізетін боламын фарш жасау үшін. Мясорубка менде жаңа мясорубка бар, бірақ оны әлі ашпадым. Мынау менің анам берген ескі советский мясорубка. Енді менің анам менен берген көп заттарды мен ыңғайлап сақтап қолданам негізі. Маған балаларым көмектесем дейді. Екеуі таласып мен деп сомен әйтеуір кезектесіп екеуі көмектесті маған. Бұл котлетті жасау үшін маған филе керек, одан кейін 1 штук пияз, 1 жұмыртқа, 100 грамм май керек, кішкене тұз и бұрыш. И потом 2 штук нанды чуть-чуть сүт қосып сос жіберем. Сонымен дәмді біздің балаларға арналған котлеттеріміз дайын болады. Бұндай котлеттерді мен аптасына 1-2 рет жасаймын обязательно. Себебі балаларға белок керек дейтін аяқты. 3-ші балам келді. Кішкентай Темірхан 1 жастағы. Сіздердің де балаларыңыз үстіп, шұбырып, таласып, сөйтіп жүре ма? Комментарийға жаза кетіңіздер, или менің балаларым ғана осындай ма? Қазір мен уже пияздарды салып жатырмын мясорубкаға. Кішкене сүт қостым, және су қосам мынарға. Одан кейін қазір жұмыртқа қосам. Мен су тамақ жасап жатқан кезде балаларым үстіп, қасымда жағаласып жүреді. Ой, Аллам берген. Тұрып алды.
пешті қосып жатырмын. Где-то сол 200 градусқа жуыққа қосамын. Сосын котлеттерді формировать етіп қойып шығамын. Енді алдын ала разогревать етіп жатырмын сол үшін. Мен еще мына жерге панировочный сухари алуды ұмытып кетіппін. Соған аунатып жасағанда түрі де өте әдемірек болар еді. Бірақ енді магазинге баруға еріндім. Сондықтан осылайды сойдет енді. Сонымен мен пешке салдым. Енді где-то сол жарты сағат 40 минуттан кейін піседі. Мен мына жақта тамақ істеп жатсам, балаларым мультик көріп отыр. Блиппиді көріп отыр. Ютубтан Блиппи көріп жатсың ба? Мен балама еще мына заколка тағып қойыпты қызым. Пісіп жатыр. 40 минуттан кейін где-то 4:30-да ма? Бізде, как всегда, жол жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Котлетіміз уже пісті. Қазір күйіп кетпей тұрғанда алайын уже. Нича? Кыргыз бұлты кеткізіп. Чық. Пісті замечательно. Енді дайын котлеттерді 3 балаға бөліп салып, кесемін, және де қасына кетчуп қойсам, жақсы жейді. Енді біздің полдникіміз бүгіндікке осылай болды. Балалар сүйіп жеді, ұнады. Өте дәмді болыпты. Жасап көрсеңіздер де болады. Өзі пайдалы. Және де бұл қуырылмаған пешке піскендіктен баланың организміне зиян болмайды деп ойлаймын. Серуенге шықтық, еще магазинге барып үлгердік. Енді бізде Астанада күн суық, сондықтан уже куртка киіп жатырмыз. Сіздерде погода қалай?
жаза кетіңіздер. Ал достар, біздің видеомыз осымен тәмам. Рахмет, видеоның соңына дейін көріп уақыттарыңызды бөлгендеріңізге мың алғыс. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.